новый автохоп екен да. Европада көбісі қазір осылай помещениялар нелер болатын болса автохопқа беріп жатыр ғой. Жерлері болса осылай автохопқа ше. Приложение бар бір травести ма, сонымен заказ береді де. Менен басқа ешкім жоқ қой міне. Мана алдында берген автохоп анау деймін, ана жерде тұр, анау автохоп заправка. Жаңағы наличка, баличка төлейтін ше. Көрейік, мына жерде не бар екенін де білмеймін мен де пока. Көруге бар жатырмын ғой. Бірге көріп қайтайық. Туалет, отзывтарын еш нәрсесін оқыған жоқпын әлі. Қалай шығады екен бұған? QR кодпен шығады шығар. Қала бар мына жерде. Еш нәрсе қараған жоқпын айтып отырмын қазір. Қалаға баруға да желание жоқ бүгін. Ертең барып қайтамыз. Не болса магазин болатын шығар енді ойлаймын. Нормально қала тұрған кішкентай. Үлкен емес болса да әйтеуір. Базар жоқ, істеп қойыпты ше. Душтары бар. 2 кабинка, 4-ші істемейді екен енді. Бәсе қалай тегін істеп қойды деп едім душты. Ақша ғой. Бәсе қалай тегін, немістер қалай тегін душ істеп қойды деп едім енді. Кухнясы шығар. О, стиралкасы де бар екен таш. Отзывтарын оқиды енді бар. Не бар, не жоқ екен. Жақсы, пәдемін. Алдындағы автохопқа жақсы берген, қарағанда дұрыстап өйтер. Изучать етіп жүр деймін, Айбек. Мен бірінші первооткрыватель сияқтым ғой. Адам жоқ қой мына жерде. Нот новый ғой. Болды, жақсы. Демалыстарыңыз жақсы өтсін. Аман болыңыздар. Жұма қабыл болсын айтпақшы. Қып-қызыл болып тұрмын. Шаршауыз болдық. Беренер. Жақсы. Аман болайық. Ассалаумалейкум. Жексенбі демалыс бүгін. 2 күн жаттық. Ұйқын қандырып жатырмыз ұйқыны. 3-ші күн жатырмыз. Балдар жиналып біраз. Келді біраз. Сағат 5-тен кетіп жатыр, әбден ұйықтап үйреніп қалған. 5-те қақаңдап тұрып аламын. Тренировка істеп сонымен. Кеше мына 2 Хегельман келген. Сөйтсем мынаның несін көріп сөйтсем украинец екен ғой. Мен мынаның қазақ деп жүрсем. Сөйтсем мынау қазақ екен мына. Братан қазақ екен ағам. Словакский Хегельман екен екеуі. Сөйтіп екеуміз жаңа әжетханада кездесіп қалдық, екеуміз намазын оқып жатқан шығар, намаз оқып жатыр ма, дәрет алып кетті ғой. Ақтөбенің кісісі екен. Сөйтсем ол мені танып жатыр есен. Ютубер емессің ба дейді. Иә, ютубермін десем ба, Айбек, сен көрем ғой сен постоянно деп. Иә, о, ассалаумалейкум аға деп жатырмын. Қай жердік десем, Словакский дейді, болды. Кеше келген олар, мен кеше түстен кейін кино қарап жатқам, кім келіп жатыр, кім не шаруаң жоқ, қарны тыңқиып алып жатқам. Түсте бір шай ішерміз онда аға дедім. Пока тіршілікті, тренировкалеріміз жасай берейік деп. Сағат әлі 6 ғой. Түсте бір тамақ істеп, шай ішіп, әңгімелесіп, әңгіме базар қыламыз. Менен үлкендеу ағамыз. Болды сол. Тренировканы жасайын онда кеттім. Камерамен келе жатыр дейін ма? Ағамыз, есім, ассалаумалейкум деп қой, братан. Уалейкум. Есімің бір аға? Есім Қайрат. Қайрекен Ақтөбеден болады. Сол жаңа Қайрекен кеше келген ғой. Жаңа айтып кетіп жатырмын ғой алдында. Сөйтсем мынаны көріп, қазақ па деп жүрсем, сөйтсем болма. Қазағым мына жақта тұр екен ғой. Қайрекен мынандайлар берем деп жатыр да маған. Қай бір күн еді. Сумка алып кел деп, сол приколға үлкен сумка алып келіп жатыр едім өзімше. Кананы тастайсың Қайрекен. Кеше түстен кейін келген. Зор болды. Ауа райы нелетный болайын деп тұрған сияқты бүгін. Бәрі қатынай.
Шәйшек бар ма? Демалысымды түсірем деп ойлаған жоқпын ғой енді. Қайрекен келіп қалғасын. Қайрекен, сіздің құрметіңізге тамақ істейік, YouTube түсірейік бүгін. Аяқ астынан YouTube түсіріліп кетті батыр. Тренировка істеп болдық. Шай ішейін деп жатырмыз. Қайрекен екеуміз. Шай алып қойдық. Тамақ сосын түске таман істейік дейді ғой. Қайрекен адаммен тұрып алыпты, ұйқы жоқ дейді ғой. Мен ауылдың бұлағында, баяғында суға түсіп алатын едік қой. Сол сияқты ана душқа барып, мұздай суға барып, бір шайынып алғым келіп тұр бар. Кішкене терледім ғой, енді қатты емес. Азанмен оянғым келіп тұрды. Трусимен келе жатырмын, қоқой. Қайрекен бар, қоқой маған енді деп атсам да. Қайрекен, сөйтсем бәрін көрген екен, сен баяғыда Германияда қалдың, лақтырып кеткен жоқ па дейді. Ойбай, Қайрекен лақтырып кетіп еді ғой деймін. Күліп отыр ғой, сөйтіп. Ләпигес лақтырып кетіп еді ғой сен деп. Душқа бір күткіп шайынып алайық. Сосын барып ыстық шай ішеміз. Адамдар келіп қалды ғой. Қайрекен қасында жігіт оятып жатыр шайға. Мынандай жасақ қойды. Қайрекен құрметіне. Телевизорда сыртқа шығып кетті Қайрекен құрметіне. Қайрекен. Қазір шай ішіп алайық, сосын тамақты сосын жайлап мына жерге шығарып қоямыз да қайната береміз. Сорпа істеп жіберерміз. Сорпа ма, лағы ма, көкси ма көрерміз Қайрекен қазір. Көкси істейміз бе әлде, көкси? Көреміз ғой. Ана үшінші жігітті көрейік қандай екен. Жоқ, ұйықтайын дейді. Ұйықтайым дей ма? Болды, онда екеуміз ұра береміз онда. Мұсылман кәдімгі қосылмайды дейді. Сөйдей ма? Тамызын айт Сәрсенбай. Жазы ғой мадрасы. Өз қарайды енді. Шайым ішіп, менің ұзаққа нейді отырдың ғой, менің шайының ішіне тас түсіп кеткен сияқты ұзаққа нейді. Мұндай шайым керек. Жай ғанейді. Сондай ма? Сен кетесің ма? Алдында менде болды. Біреді бір сағат қалғанда қосып жібересің. Қосып тұрып. Сосын барып қайнайды. Тоқтаған кезде өзі қайнап тұрады. Содан кейін жаңып кетті. Лекші мұндай. Қалай шайнетті қайнат жіберсең болды. Жаңбыр жаумай қойса дұрыс болар еді бүгін. Жаңбыр жаумайтын сияқты, бірақ кетіп жатқан сияқты былай қарай, Жаңбыр жаумай қойса. Алла тағала қарасып тұр ғой. Әдем болып тұр, Бұлаққа түсіп алдық, бұлаққа күшті екен бұлақтың суы. Ауылдыкіндей бұлақтың суы сияқты қатты мұздай емес. Шай ішіп алдық. Тамаққа кірісіп жатырмын уже. Көкси істейін деп жатырмын, көкси. Мынаны бәрін жуып тазалап қойдым. Жаңбыр жауып кетпесе енді, Алла тағала қарасып, жаңбыр жаумайтын шығар деп үміттемін енді. Жаңа жігіттің ба? Мына жігіт, ортамыздағы жігіт оянды. Жаңа ғана айтып жатыр едім, менде мына жігіт дәрет сындырмай ма, бетін жумай ма, сағат неше болды көздеп жатыр едім. Есігін ашып шығып келеді ғой сөйтсе. Мына етті Қайрекенге көрсетіп жатырмын да. Еттен ет емес, балықтың иісі шығады мына Швецияның қойының етінен ше. Жүзіп жүрген қой-ау бұл Қайреке? Жемнің орнына балық жейді, жемнің орнына. Сондай болып тұр ғой, балық жеп тұр бақ ода, Балтық теңізінен. Қойдың етінен балықтың иісі шығып жатыр да мынаның. Ауа райы қарасып тұр, Аллаға шүкір. Бар ма? Лаба дейсіз? Бар, салам қазір. Оның бәрін салам Қайреке. Под контролем бәрі.
Көксейіп пісіп жатыр evde. Saat bir әбет тоқ қойған шығар десек, сағат 9:30 енді болып жатыр ғой. Қайреке қарның ашты ма десем, ашқан жоқ дейді. Менікі де ашқан жоқ, сағат неше болды десем, 9:30 енді болып жатыр екен сөйтсем. Жоқ па уже парковкаге. Жүретін жері жоқ бұл жерде, қызық еш нәрсе жоқ қой. Одан лучше осы жерді айналып, мына жерді айналып былай жүре берген дұрыс па? Жүретін қызық еш нәрсе жоқ, мен қарадым. Магазиннің өзі 4 километр, енді бүгін ол да жабық қой. Магазин болса барып, мороженое жеп қайтуға болар еді, серуендеп. Аралда ойнасы бар. А? Аралда. Ой, қымбат қой, 5 евроға кішкентай мороженое жеуге желание жоқ. 3000 теңгеге. Коробка. Тамақ дайын болды. Ешкім пока аппетиті жоқ тамаққа. Түс болсын дейді ол. Инопланетяндар әлі тұр. Балдар күлет. Братан мынандай паркингтерді қаяқтан тауып аласың, инопланетяндармен бірге тұратын дейді. Өздері кеше ұшып кетті. Мас болған дальнобойщиктерді алып кетеміз деп. Бізде де жетіспей жатыр пьяный дальнобойщиктер дейді. Юпитерден ұшып кетті олар. Тамақ дайын болды. Тамақ салайын деп жатыр. Саған майлы қылып сала берейін ба, Қайреке? Сал. Тарелканы кішкене. Пока мынау пойдет. Болды, осылай. Мен де өзім көп жемеймін, кішкене сөйтіп жеген жақсы көремін өзім. Мынау көп болып қалды, шамалы. A dolgozásnál újra aktiválja a természetes vérritmusodat, és kényelmetesen megszüntetik a székrekedést. Майына салайын ба? Майынан сал. Көп салма, жүріп алып кетер. Kattintson az e-mailre a nyeremény igényléséhez, de előtte fizesse be az adminisztrációs díjat. Айт, майлысынан құй деп. Майысынан құя бер. Құя берейін ба? Szia, akkor ez itt a papi. Kaptam egy e-mailt valami Urplay címről, azt írja, hogy Bola. Бола ма? államutalást egy játékon. Етін салды шама. Ет болса, ет az оның ішінде. És azt kérik, hogy azonnal fizesse Кешіне, сүйектер ғана, сүйектер. Что, сүйіктен салшы? Болды. Ет az оның. Еттен қайт жейміз. Szia, szia.